Ассалаумағалейкум достар, сіздермен Ықылас Аралбаев. Хоп, бүгінгі сабағымызда құдай қаласа сіздермен JavaScript'тегі эвентлер хақында сөйлесеміз. Яғни эвентлер дегеніміз не өзі? Эвентлер дегеніміз бұл біздің қалапақша айтқанда өзіміздің хадиселер, яғни мысалы үшін қалайда әрекетлер деуіміз мүмкін болады. Яғни өзіміздің веб-сайттың ішінде болатұғын әрекетлердің бізде эвенттер деп айтсақ болады. Мысалы үшін сіздер апай өмірде қандайдыр бір телефонды ұстау, я болмаса бір жерге бару, мектепке бару, магазинге бару, һәммесі бізде әрекет есептелінеді, иә. Біздің веб-сайтларда ham сондай. Мысалы үшін веб-сайттағы файлдардың жүкленуі, яғни веб-сайт іске қосылуы бір әрекет, веб-сайтта қандайдыр кнопка басылуы бір әрекет, веб-сайттағы қандайдыр инпуттың форманың ішіне мағлұмат кірітілуі, бұл да бір әрекет. Соған ұқсаған әрекеттер бізде жүдем көп. Һәм солардан бүгін құдай қаласа сол әрекеттерді біздер веб-сайтта әрекеттерді қалайынша анықтауымыз мүмкін. Мысалы үшін клиент кіріп тұрып кнопканы басқан уақытында ол кнопканы басқандығын қаяқтан білуіміз мүмкін біздер деген ұқсаған сызларды бүгін көріп шығамыз құдай қаласа. Хоп, онда бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Яғни біздер өткен сабақта есіңізде болса мінекей API элементлерді JavaScriptпен тұрып HTML-дағы элементтерді өзімізге алуды көп шығып, иә. Бүгін құдай қаласа сол алған элементтеріміздің эвенттерін тексереміз, яғни қандайдыр кнопка басылуы, я болмаса өзгеруі деген ұқсаған затлар. Хоп, бірінші болып мына жақта жазып қойып мінекей азымыз теория, яғни біздер HTML-дағы элементтердің хадиселерін үш түрлі жолмен алуымыз мүмкін. Яғни inline event handlers, inline event properties и inline element listeners арқылы. Яғни ол қандай болады? Біріншісі inline event handlers. То есть неде inline болмайды, event listeners болады. Яғни бұл қазір түсіндірмеде екен. Хоп, бірінші болып өзіміздің inline event handlers дегеніміз не? Бұл өзіміздің HTML элементімізде, мысалы үшін button деймін, неке? Мысалы үшін buttonымызда click me деген buttonымыз болсын да, неке? Яғни әзірше стильдерін айтып бермей тұрасыз, ертең құдай қаласа алдыда практикаларымызда мошник стильдермен істейміз құлас, стил. Енді құлас бұяқта өзіміздің inline event handlers дегеніміз не? Бұл button, мысалы үшін қандайдыр HTML элементтегі өзінің атрибуты. Яғни біздер өзінің атрибуты арқылы қосуымыз мүмкін. Қандай атрибуттар? Мысалы үшін біздер on click дейтін болсақ, бұл өзінің қандайдыр функцияны қабылдайды. Һәм бұл жерде көріп отқан болсақ, HTML-дің өзі танып тұр бұл атрибут екендігін, һәм бұл бізде қандайдыр хадисені, яғни клик хадисесін тыңлап тұрады. Мысалы үшін келін on click-тен алып, мысалы үшін клик еттік. Енді келіп тұр, click me-ді басатын болсақ, өзіміздің JavaScript-імізден сайтымызға alert функциясы іске түсті. Енді бұл дегені уже үстін біздер апарып тұрып, кіртетіп басқан уақытында, яғни біздер басаман деген істеген жоқ еді, біздер барып тұрып, мышкамызбен клик қыламан деген істеген жоқ, һәм содан кейін барып өзіміздің функциямыз істеді. Бұның ішінде функция. Яғни бұл хадисені күтіп тұрды. Клиент келіп тұрып, кнопканың үстін клик қыламан деген шекем, ол істеген жоқ, һәм сол хадисені күтіп тұрып, хадисе болған уақытында ғана бізге алертті іске түсіріп берді. Көрдіңіз бе? Яғни бұл біздің зат екен inline event handler. Яғни eventті ұстау үшін нәрсе. Біз әрбір элементке сондай қылып бөлек-бөлек қылып беріп шығуымыз мүмкін болады. Енді біздерде не үшін onнан басланған? Мысалы үшін on дегені қандайда нәрсе іске түскен уақытында дегендегі мәнісі. Мысалы үшін on click, on change, соған ұқсаған бұл хадисені аңғартады. Қандайдыр клик қылу, change қылу дегенге ұқсаған нәрсе. Яғни бұл обязательно on болып жазылуы шарт. Сонда on click біздерде кликті естеді. Енді бұл түрі біздерде бірінші түрі онша көп қолданылмайды, әзірше inline түрі онша көп қолданылмайды. Бұны қашан қолданатынымызды ертең құдай қаласа алдағы видеоларда көрсетіп өтемін. Әзірше бұл нәрседен көп пайдаланбайсыз, оны пайдаланбағаныңызға мақұл, неге десем бұл HTML тараптен сәл бір түрлі көрінеді. Яғни HTML-ға просто HTML, JavaScript-ке просто JavaScript жазылғаны мақұл. Сол үшін қазірше бұл түріне пайдаланбай тұрмыз. Екінші түрі inline event properties. Яғни бұл түрі мына түріне қарағанда сәл нормально, аз көрсетемін оны. Мысалы үшін келеміз да, button деймін. Мысалы үшін button 2 деп қойып. Һәм оған ID беремін. Не үшін екенін кешегі сабақта айттым, яғни біздер HTML-дағы қандайдыр элементті JavaScript-тен тұрып select қылып алуымыз үшін не керек бізге? ID, болмаса class name, тикарна. Енді бізде тикарны JavaScript-те көбінесе ID-мен істететінімізді айтып өттім.
енді ID берейік. Мысалы үшін btn 2 дейік. Бұл жақта 1 болып тұрсын. btn 2, яғни button 2 деген бұл. Енді бұл жаққа келіп тұрып, білесіз өткен сабақтағыдай константа. Мысалы үшін button 2. Давайте енді бұл жақта жоқ button дейді. Document.query selector. Hem bize ID сақалып жатқанымыз үшін string ішіне андай решетка қоямыз. Hem btn 2 дейміз. Бұның ID-сін жазамыз. Енді button дейміз, точка on click дейтін болсақ, уже өзіміздің property-ді шақырған боламыз. Яғни бұл уже бізде мынандай атрибут емес. Бұл уже мінекей. Өткен сабақта айттым ғой, DOM дегеннің тарқатпасы қандай еді? Document Object Model. Яғни бұл документтегі har қандай элементтердің объект көрінісі. Енді объекттің ішінде бізде атрибут деген нәрсе жоқ, бізде property деген нәрсе бар. Уже біздер button уже бізде объект болып келіп тұрды, һәм оның ішінен onClick деген property-сін алып жатырмыз. Хоп, енді қараң. onClick тең дедік. Тең деген не? Қандайдар іске түсетін бір функцияны айтуымыз керек болады ғой. Яғни келін аппеттен өзімізге бір функция жаратып алайық. Функция темасын өткен видеоларда көрсетіп өттім. Bir көріп шықсаңыз болады немесеңіз. Function дейміз, мысалы үшін say hello. Неке. Һәм алып деп тұрып, мысалы үшін hello bro деп тұрып. Һәм say hello функциясын яға беріп қоямыз деді. Көрдік па? Яғни бұл деген біздер уже өзіміздің яғни сервис болып қалды. Button 2 іске түсті. Яғни бұл енді мысалы үшін үстін басатын болсақ hello bro функциясы келіп түседі. Яғни бізде бұны азанмен мынандай шақырмаймыз да, тек қана қашан мынау button onClick болған уақытында ғана say hello деген функцияны әрқайым өзің шақырып ала бер деп бұған айтып қоямыз болған. Көріп қоямын. Егер жаңа шақырып қоятын болсақ, ол бізде тура істемей қалады. Көріп болсаңыз, қазір загрузка болып қалды. Тек қана беріп кетеміз болған. Түсініп қояйын, енді бұл жерге именно алдынан таярланған функция беру шарт емес. Өткен сабақта айттым сіздерге. Яғни функция темасында айттым. Бізде named и атсыз функциялар бар өзімізде. Атсыз функциялар әрқайым деп беріп кетсеңіз болады. Яғни бұл onClick болған уақытында мына функция іске түстін деген мәнде. Бұл ешқандай аты жоқ, ат қойып отыру шарт емес. Келіп тұрып, мысалы үшін console.log, мысалы үшін button click деп қойып келіп тұрып, button 2-ні басатын болсақ, button click іске түседі. Яғни көріп отқан болсаңыз, уже бұл бізге жүйден көп имканиятылар береді. Бізде функция темасын өткен уақытымызда айттым сіздерге. Біздер har қандай нәрселерді, мысалы үшін сайтқа кірген уақытта кейін аквариум YouTube-қа кірейік та. YouTube сайтына кіріп, қалайдан бір сайтқа кіретін болса, හැම нәрсе бізде хадиселерді тыңлап тұрады. Яғни сайтқа кіруден, яғни кірудің өзі, сайттың іске қосылуының өзі бір хадисе. Енді сайтқа іске түскеннен бастап видеолар келіп шығады. Неке? Мысалы үшін мен кетті профиль кнопкасын басатын болсам, мынандай бір меню келіп шығады. Болмаса неке, мына ішіне қандайда нәрсе кіртетін болсам, уже маған қандайда және соған жараса өзгерістер келіп тұрды. Бұл дегені сайт полностью мені тыңлап тұрды. Мені листерін қылып тұрды. Яғни бұл дегені енді уже өзіміздің веб-сайтымызға жүдейін керек болатын нәрселер бар. Эвентлер. Түсініп қоямын. Енді бұл түрі екінші түрі неке өзіміздің event properties арқылы біздер істеп көрсеттім. Яғни button'ды өзіміздің select қылып аламыз қалеген жолменен. Һәм tiny функцияны ямаса қолдан бір атсыз функцияны ана беріп кетуіміз мүмкін. Button'ның onClick-ына. Енді қана onClick-ті мысал қылып көрсетіп атпан, кейінгі сабақта құдай эвентларды полный көріп шығамыз. Қандай эвентлер бар, олар бізге не үшін керек. Енді өзіміздің ең үшінші жолы һәм бізде ең көп пайдаланылатын һәм ең дұрыс жолын сіздерге көрсетемін қазір. Бұл жолы мына жолына ұқсап кетеді, просто бұны енді комментарий қалып тұрамын. Say hello деген функция тұра берсін. Мынаны атсайым. Енді button деймін, точка add event listener деген өзімнің методым бар. Неке? Методымыз бар өзімізде. Бұл не алады? Атияға айтып тұрды add event listener. Яғни қандайдыр evenттің қосылғанлығын listening қылып тұрушы функция. Яғни қандайдыр хадисе сол элементімізге келіп түсуін listening қылып тұрады. Listening деген есту. Яғни естіп тұрады. Һәм біз оны ашып тұрып, бірінші болып өзіміздің типін жазуымыз керек. Яғни қандай хадисені есту керек. Мен қандай хадисені естуім керек. Мысалы үшін clicked деген өзіміздің хадисеміз. Һәм өтір қойып тұрып,
кейінгі өзіміздің callback function'ымызды шақырамыз. Яғни callback function дегені қандайдыр нәрсе іске түскеннен кейін, одан кейін барып іске түсетін функцияны біз callback function деп атаймыз. Яғни бұл жерде клик болды, яғни бір нәрсе іске түсті ғой, клик болды, одан кейінгі іске түсетін нәрсе уже өзімізде callback function. Callback functionға енді бізде бұл жерде параметр беріп жібереді. Параметрді пока бізге керек емес, соның үшін пустой қылып тұрып мындай функция жаратамын. Яғни бұл алдын JavaScript бойынша функциялар бойынша видеомызда arrow function деген типін көрсетемін, мына тап сондай түрі. Енді бізде қаласақ бұдан мынандай function apply мынандай functionды пайдаланып кетсек болады. Қаласаңыз анау, қаласаңыз мынау. Енді ояғы палау жетім палау пока что, бірақ кейінірек азғантай парқы бар. Контекст деген затлар жоқ қода. Соңғысыларды ертең алтта түсіндіріп өтемін. Пока что енді қаласаңыздан пайдаланып кетсеңіз болады. Мен енді қысқартып arrow function'ын пайдаланып кетемін. Яғни өзіміздің буттонымызға, яғни баттонымызға қашан клик деген event келсе, оны мына методымыз listener, яғни бұл listener, естуші, естіп тұрады. Һәм мына өзіміздің ізіндегі мына функцияны іске түсіреді сол кезде. Һәм келін берген мысалы үшін console.log button clicked hello from event listener. Уже келіп тұрып, енді мысалы үшін button 2-ні басатын болсақ, button clicked hello from event listener, яғни өзіміздің консологымыз, яғни бұл жердегі функциямыз бізде істеді. Енді бағана айтқандай, бұл жерге time функцияны беріп кетуіміз мүмкін, say hello деп шақырмаймыз бұны, жаңа айтқандай, просто так мынандай беріп кетеміз. Енді келіп тұрып, button 2-ні басатын болсақ, hello bro деген нәрсе экранға alert болып шықты бізде. Көрдік қой? Енді біз әзір 3-төрін көріп шықтық. Бірінші түрі өзіміздің event handler, яғни атрибут арқылы. Элементіміздің, HTML элементтің ішіндегі өзінің атрибуттары бар. On click, on change, on десеңіз, бар талай болып шығады өзі. Кейінгі сабақта құдай қаласа бұлар бойынша практика қылып тұрып көрсетемін. Яғни бұдан кейінгі сабақтар уже майда-майда болмайды, мощный проектлерменен, практикаларменен деп істейміз. Практика давамында білмей тұрғызылған жүдайым көп шығады. Сотларды hem әстен көріп шығамыз практика арқылы. Яғни теорияға қарағанда, емесі қысқа видеоларға қарағанда сол проект, практика сілерге көбірек опыт һәм білім береді. Яғни бірінші түрі бұл өзіміздің event handler, HTML-дағы мынандай атрибутлар арқылы. Екінші түрі бұл мынандай select қылғаннан кейін сол select қылынған элементтің ішіндегі мынандай property-лар арқылы event жазылу. Үшіншісі енді өзіміздің ең көп пайдаланатын түріміз бұл элементтің ішіндегі add event listener деген property, то есть методы арқылы пайдалану. Түсіндік қой? Енді бұл жерде өзіміздің қалеген енді беріп кете бересіз. Бұл клик деп мысалы үшін event беріп кете бересіз. Event арқында кейіндегі сабақта сөйлесеміз кейінгі. Онда сондай, сіздермен бірге болған Ықылас Аралбаев бүгінгі қысқа видеомызда қандай қылып HTML элементтегі сол элементтердің event қылуын не айттым өзі? Так. Да, yaxshi ko'ring kesamiz. Ондай болса сол бүгін сіздерменен сол өзіміздің HTML-ден тұрып, то есть JavaScript-тен тұрып, HTML элементтегі хадиселерді тыңлауды көріп шықтық. Сіздермен бірге болған Ықылас Аралбаев. Кейінгі видеоларды өткізіп жүрмеу үшін есік қылмай қойың. Просто видеоларға лайк басып, қолдап отырсаңыз болды. Әмеге рахмет. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.